Сәлем достар, Касло YouTube каналында Өсек емес бағдарламасы. Аздаған уақыт үзілістен кейін сіздермен қайта қауышып отырмыз. Және бүгін бізде қонақта Instagram жұлдызы әзілкеш қыз Сабира Жарасова. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіл-күй қалай? Керемет. Бүгінгі сұхбатқа келуге келіскеніңізге, уақыт бөліп келгеніңізге біріншіден көп рахмет. Алғашқы сұрақ болсын. Сабира Жарасова кім? Кім? Ол аяулы ана, сүйікті жар, қазақтың қарапайым келіншегі. Ал Инстаграмдағы өмір қалай басталды? Инстаграмдағы өмір жарты жылда болған жоқ, шыны керек. Осы жарты жылға жетпей, менің видеоларым пабликтерға шыға бастады. Сол кезден бастап, адамдар менің Инстаграмдағы парақшама жазыла бастады. Сол кезден бастап, аудитория жинай бастадым өзіме. Жаңағы өзімнің бұрын бастаған блогымды ары қарай дамыта бердім. Ал онда идея қайдан келді? Әзілді видеолар түсіру деген? Әзілді видеолар түсіру менде бұрыннан бар негізі. Шыны керек көп жылдан бері түсірем, бірақтан Инстаграм парақшасына көп сала бермейтін оны. Өздеріңіз байқап қарасаңыздар, Инстаграм парақшасынан бұрынғы өтіп кеткен уақыттарда дабсмештар, басқа да видеолар арасында ғана салынған. Қазір ғой жиі салатыным. Өйткені адамдар сұрайды. Сол себепті сол бұрыннан басталды. Білмеймін, өзіме ұнайды, өзіме ұнағасын солай түсірем. Үйленгенсіз? Иә, отбасын құрғанмын. Отбасыңыз, күйеуіңіз қарсы емес пе? Жоқ, қарсы емес. Сол ең бірінші осы видеоблогер боламын деп нақты шешім қабылдар алдында осы бірінші отбасымен сөйлескен болатынмын. Ең бірінші жолдасымнан рұқсатын алып, одан кейін ата-анамызбен сөйлестік, содан кейін рұқсатын алып, баталарын алып, сөйтіп блогты бастап кеттім. Жалпы сценарийді кім жазады? Сценарийді мен сценарий жазбаймын, отырып сценарий жазып, олай мынандай сөз айтам деген ондай болмайды менде. Идея, видеолардың идеялардың барлығының авторы өзіммін, өзім ойлап табам сөздердің барлығын. Сол кез келген уақытта қай жерде болмасын, жаңағыдай өзіме идея шабытым келген кезде телефон әрдайым қолымда ғой, аламын да видео түсіріп жүре беремін. Ал ол видеолар түсіруге қанша уақыт кетеді? Көп уақыт кетпейді. Видеолар түсірудің өзі бір 5-10 минут кетеді шығар көп болса. Монтаж жасауға уақыт кетеді. Монтаж жасауға бір сағат көлемінде уақыт кетеді шығар. Жарты жылға жетпейтін уақыттың ішінде өте ауқымды аудитория жинай алдыңыз. Және сізге тіркелген тіркелушілерінде сізге деген лебіздер жылы, негатив пікірлер ондай көп кездесе бермейді. Сол Инстаграм сіз үшін бизнес көзіне айналды ма, табыс табу көзіне? Қалай қазіргі уақытта иә. Енді басында ондай жаңағыдай сол үшін жаңағы бизнес көзіне айналдырам, Инстаграм арқылы ақша табам деген жаңағы не болған жоқ менде. Мақсат болған жоқ. Басында өзіме ұнап, жаңағыдай хоббиім болғандықтан, қазіргі 21 ғасырда интернет дамыған уақытта адам жасай алатын адам хоббиінің өзін монетизировать деп айтады ғой, ақшаға айналдыра біледі. Сол себепті өзімде осы хоббиімді ақша табу көзіне жаңағыдай салдым десем болады. Ал хоббиіңіз арқылы айына қанша ақша табасыз? Қанша табатын нақты айтпай қояйын. Сыр болып қала берсін. Аллаға шүкір өмірімізге жетіп жатыр. Ал сіздің парақшаңызға салынатын бір жарнаманың құны қанша? Оны мен шешпеймін, оны менеджерім шешеді. Мен жаңағы тікелей рекламаға қатысым жоқ. Тікелей рекламамен мен сөйлеспеймін ешкіммен. Өзім жаңағы менеджерім бар, рекламамен сөйлесетін, бағасымен келісетін. Сол білгіңіз кеп баратса, менеджермен сөйлесіп біліп аласыз. Біздің білуімізше, сіздердің жеке клиникаларыңыз бар, стоматология? Уже біліп қойғансыздар ма? Иә, бар. Ал оған неге жарнама жасалмайсыздар? Жасатпайды маған оған жарнама. Жолдасым, атам да стоматолог, ол кісінің де өзінің несі бар, стоматологиясы бар. Соған жаңағы жолдасыма, мен
жаңағыдай мүмкіндігің бар ғой, мен саған жарнама жасап берейін да күнде жарнама жасаймын. Ол керек емес, не істеймін мен, сен жарнамаң қажет емес маған. Өзінің клиент, өзінің пациенттер бар, өзінің жаңағы бұрыннан келетін, сол себепті оған жетіп жатыр әзірге. Ал алдағы уақытта жаңа бизнес түрін ашу ойда бар ма? Sabirus Donor House. Енді Sabirus Donor House точно ашпаймын. Және Sabirus Ice точно ашпаймын. Негізі ойда бар, ондай бизнес ашу ойда бар. Енді әзірше қадамдар басқан жоқпыз, ешқандай қадам. Бірақтан ойда әлі тұр. Енді Алла сәтін салса, мүмкін осы бір 2-3 айдың көлемінде мүмкін бастап кетеміз. Парақшаңыздағы видеолардың қарасақ, екі тілде түсіріледі, көбінесе орыс тілінде. Неге аудитория жинау үшін емес. Біріншіден, жаңағы қазіргі енді ашы шындық болса да енді айту керек қой. Қазір қазақтардың өзі қазақша білмейді ғой. Мен қазақша история жазсам да, маған жаңағыдай көп адам жазады. Не деп айттың? Орысша, что ты только что сказала? Переведи депші. Ал орысша история түсірсем, ешкім жазбайды, мен сені түсінген жоқпын деп. Барлығы түсінеді соны. Мен барлығы түсінсін, айтқан сөзімді посыл дейді ғой. Менің әрбір видеомда бір кішкентай болсын посыл бар да, адам қазіргі жастарға деп өзінше бір үлкен кісі сияқты айтайын да. Жаңағы бір нәрсені, бір түйін қалыптастырса, айтқан нәрсемнен, түсірген видеомнан, оның өзі бір нәтиже деп ойлаймын. Сол себепті посылды барлығы көп адам түсіну үшін мен орысша түсіруге де тырысам. Бірақтан видеоларымның көбісі қазақша. Өйткені енді біздің қазақтардың, қазақ әйелдердің, қазақ аналарымыздың айтатын сөзін орысшалап, орысша аударып айтса басқаша болады, ол все равно. Сол себепті өтпейді. Ол себепті қазақша. Историялардың барлығы орысша, енді көп адам түсіну керек қой. Көбінесе историяда мен ақпарат бергендіктен орысша айтуға тырысамын. Ал сол Инстаграмға түсіріп жүрген видеоларыңыздың ішіндегі өзіңізге ең қатты ұнайтын топ 3-ін айтып бере аласыз ба? Бәрі ұнайды, негізі бәрі күшті. Топ 3 дейсіз бе? Ол туралы ойламаппын. Топ 3 айтайын ба? Ол жаңағы Келінка Моля бәріне ұнайды, өзіме ұнамайды, шынымды айтсам. Жаным істейді өзім сол видеоны. Ол видео басында шықпаған негізі. Менің немде фотопленкамда тұрды да, оны жолдасым көріп қалды да, сен мынаны неге шығармайсың, мына видеоң күшті ғой, мынау деген бомба депші. Одан кейін мен қойшы, мынау ұнай ма адамдарға? Ұнайды деп сол видео жарды. Инстаграмды жарған сол видео. Сол топ біріншіге кіретін шығар, бірақ өзіме ұнамайды. Одан кейін жаңағы жақында түсірген соседтер туралы сол. Одан кейін алдында тағы қандай екен? Көп қой айта берсем. Сол. Ал сол өзіңіз ойнайтын әзілдердің ішінен бізге осы кезде біреуін айтып берсеңіз. Оған образға кіру керек қой, менде шабыт жоқ қазір, шабыт болу керек. Сол себепті. Күте тұрайық, пока интервью ала беріңіз, шабыт кеп қалса айта салам сұрап. Бұрынғы Инстаграм жұлдыз болмай тұрғанға дейінгі Сабира мен Инстаграм жұлдыз болғаннан кейін Сабираның арасында айырмашылық бар ма? Бірдеңе өзгерді ме өмірде, басқа жағынан болсын? Менің өмірімде былай айтарлықтай еш нәрсе өзгерген жоқ, өзім туралы айтатын болсам. Тек табыстың келіп жатқан болмаса. Және де тағы бір өзгергені бұл жаңағы адамдардың тануы, көшеде көп таниды қазір. Соңғы уақытта тіпті бір жерде жүрсең бір отыра алмай кетесің, шын керек. Жаңа келіп суретке түседі, шын өзім жаңа бір түрлі болатын басында. Не соншалықты жұлдыз болып кеттім ба депші. Солысы ғана болмаса бір жерде қыдырып жүрген кезде танып, фотоға түсіп, сөйтіп жатады адамдар. Ал қазір өзіңіз жұлдыз санайсыз ба? Жоқ, өзімді жұлдыз санағымда келмейді. Жұлдыз емес, блогерлар негізі жұлдыз емес. Оларды жұлдыз қылатын адамдардың өзі, қарапайым адамдар. Блогер деп. Негізі ол қарапайым адамдар ғой, жұлдыз деп, ол әншілерді, актерлерді, біздің еңбегі сіңген адамдарды жұлдыз деп айтуға болады. Біздер, сіздер қатарлы, қарапайым қатарлы адамдарымыз, тек аудитория жинай білген, өзінің контентін көрсете білген адамдар. Ал отбасыңызда да сіз солай әзілдеп солай сөйлейсіз бе? Жоқ, отбасында жолдасыммен солай сөйлесем, бірақ ата-енеммен енді ұят қой олай сөйлескен. Ата-енемнің менің жаңа видеоларымды көрген кезде ол кісілердің өзі жаңағы енем көріп жатыр ғой, мә, сен сондайсың, сен жаңағы осындай актерлік шеберлігің бар ма не деп жаңа таң қалып жатыр да, өйткені өмірде былай көрсете бермеймін ғой оны.
сол ғана болмаса ата енеме былай қатты көрсетпеймін, бірақ негізі өзім сыртқы ортам барлығы біледі сондай екенімді. Инстаграмдағы видеоларыңызды қарасақ, қыздың тәрбиесіне көп көңіл бөлетін сияқтысыз. Қыздарға арналған видеолар көп ішінде, аналардың. Сіз де өзіңіздің қызыңызға солай қарайсыз ба? Және сізге де анаңыз кезінде солай қарады ма? Негізі түсірген видеолардың барлығы жаңағы көбісі сұрап жатады, кімді пародировать етесің деп. Ешкім пародировать етпеймін, анам ондай емес, енем ондай емес. Анам орыс тілі пәнінің мұғалімі, ол орысқа вообще жоқ. Қазақша тіпті салмайды. Жаңағы мен кішкентай кезімде Шаншар деген көп болды, Тамаша, Бауыржан шоуды көп көргендіктен, содан бір қалған шығар бір нәрсе, содан көріп солай. Өзім қызыма тура сондай сөздер айтпаймын енді. Жаңа өзім видеода ондай. Бірақтан тәрбием сондай кішкене қызға қаттырақ болу керек деп ойлаймын. Сізден сұхбат алар бұрын сіздің Инстаграм парақшаңыздағы посттарыңызды қарап шықтық, ең бірінші салған посттардан бастап. Соның ішінде жазылған бір пост бар екен. Дәл қазір үйленгеніңізге бірнеше уақыт болғаннан кейін орамал тағуға әлі үйренісе алмай жүргеніңізде тек бір жерге барғанда орамал тағатыңыз туралы. Ал қазір орамалға үйреністіңіз бе? Әлде орамал тағасыз? Жоқ, мен орамал тақсам басым ауырады. Бірден қатты басым шынымен де ол білмеймін не қылып екен. Кейбір қысты күні шапка киіп жүрсем де басым ауырып шыдамай кетеді басым. Сол себепті жаңағыдай қысты күні көпті кимеймін. Орамал тағып жүретін басында. Бірінші, екінші күні тағып жүргендіктен жаңағы енем көріп тұр ғой ыңғайсыз екен енем. Тірлік жасап жүріп өзім ыңғайсыз жаңағы мешайт етіп жатыр, содан кейін енем шешіп тасташы ана мешайт етіп жатсың, неге қиналып жүрсің дейді. Жоқ деп тағып жүрмін ғой енді келін болып. Содан кейін тағы келіп айтты, үшінші рет өзі тартып алды орамал. Тақпақ қойшы алып қойшы деп. Сол одан кейін таққан жоқпын орамал. Үйленгеніңізге қанша? 3 жылдан асады бұйыртса. Сол Инстаграмдағы тағы бір постыңызда анаңызға үйленетініңіз туралы айтқан кезде оқиғаны әңгімелеп берген екенсіз, сол туралы өзіңіздің аузыңыздан толығырақ естісек. Негізі мен жаңағы жолдасыммен көп жүрген жоқпын, көп кездескен жоқпын. Қалай көп кездескен жоқпын. Бұрыннан танитынбыз, бірақ жүріп бастағаннан жаңағы көп уақыт өткен жоқ. 3 айдан кейін маған жаңағы ұсыныс жасады. Мен ойланбай келістім. Жаңағы махаббат деген осы шығар. Бұрын мен айтатынмын, мен күйеуге тимеймін әзір деп, жаңа карьера жасаймын деп өзімше. 26-ға келіп алайын, 25-ке келейін, сосын күйеуге тиемін деп нақты шешіп қойған адаммын ғой өзімше. Адамдарға неге ерте күйеуге тиеді осылар депші. Негізі шынымен де оны бір Алла тағала шешеді екен ғой. Сөйтіп, үйдегілер вообще нетпейді, ойлап жүрген жоқ күйеуге. Оларды сенімді жүр ғой, әлі бұл қыз оқиды депші. Содан кейін мамам сезе бастады, жаңа күнде шығып кетем. Одан кейін сұрай бастады, сен жігітің пайда болды ма деп. Содан кейін, таныстыр жігітіңмен деп. Одан кейін ең бірінші ата-анамен таныстырдым. Одан кейін 3 айдан кейін күйеуге тиемін деп айтқан кезде мама айтады ғой, тура арқамызға пышақ сұққандай болдым дейді. Не істерімізді білмей қалдық деп. Одан кейін қазір айтады, сол сен күйеуге тиіп кеткеннен кейін бір жылға дейін бізде депрессия болды деп. Біз өйткені оған үйренісе алмадық. Үйдің еркесімін, кенжесімін, барлығының көңіл күйін көтеріп жүретін мен, ерке болғандықтан сен жоқтығың қатты білінді бізге депші. Сол әкеммен сөйлеспей қойған бір ай сөйлеспей қойды, ренжіп маған. Мамам ұрсып қайда асығып атсың деп, кішкене күте тұрса деп, мен жоқ кетем деп қоймай қойдым. Содан кейін әкем қайда барады енді ренжіп соңында көнді ғой. Сөйтіп дайындыққа бір 2 айдай кетті. 2 айдан кейін бүткіл туысқандарымызда шок. Сөйтіп жіберді, әлі күнге дейін кейбір туысқандарымыз сен бетім, сен күйеуге тиіп кетіпсің ғой, 2 балаң бар екен ғой деп, әлі кішкентай қыз сияқтысың бізге деп. Сол. Анаңыз бір жыл депрессияда болды деңіз, ал өзіңізше? Мен депрессияда 1 ай болған шығарым, 2 ай болған шығарым. Одан кейін үйренісіп кетесің тіршілікке. Басында енді қатты қиын болады үйренісу. Маған да жаңа ешқашан осы 20 жасымда күйеуге тидім ғой, 20 жыл бойы ата-анамнан бір күнге де жаңа тіпті нетпеген ғой, басқа жаққа кетіп қалмаппын бір күнге де. Содан кеткен кезде бір қатты басқа планетаға түсіп қалған сияқты сезініп, жылап күнде сондай болды. Одан кейін үйреніп кеттім. Жалпы қалай ойлайсыз, қыз балаға ерте үйленген дұрыс па? Кеш үйленген дұрыс па? Енді қалай? Ол әр жағдайда, менің жағдайымда мен оқуымды міндетті түрде бітірем деп айттым.
айттым, жолдасым айттым, мен егер де сен күйеуге тиесің, маған оқуыңды тастайсың десе, онда тимеймін деп айттым. Оқуымды бітіремін, сосын барып, ол айтты, жоқ, сен күйеуге маған тий, оқуыңды жалғастыра бересің, деп сөйтті, содан кейін келістім. Негізі әйел адамға биологиялық тұрғыдан да негізі тұрмыс құрып 25 жасқа дейін балалы болу керек деп айтады ғой. Ол да дұрыс шығар, бірақтан біздің көп әйел адамдар күйеуге тигеннен кейін үйлерінде жаңағы бүйтіп жамылып отырып қалады. Сол тұрмыс тіршілікпен бүйтіп қымтанып қалады да, ол дұрыс емес, ол психологиялары да дұрыс емес. Жаңағы ешқандай ашылғылар келмейді, өскілер келмейді, жаңағы өркендегілер келмейді, жаңағы отыра береді баласын бағып ше. Енді ол да жағдайға байланысты ғой, енді оны да бүйтіп айтуға болмайды әркімнің, бірақ тырысу керек. Бірақ ерте шығу керек. Ойланбай ерте шыға беріңдер, рахат деуде. Жаңа бір сөзіңіз айтып кеттіңіз, туысқандарым әлі күнге дейін сенбейді, кішкентай бала көреді деп. Сіздің кейбір тіркелушілеріңізде, оқырмандарыңызда сізді әлі 17-18-дегі қыз деп ойлайды. 90% сөйтіп ойлайды ғой. Ал шын жасыңыз нешеде? Қай жылғысыз? Қыздың жасын сұрамайды. Жасым 94 жылғымын. Жасым бұйырса осы қарашада 24-ке келеді. 18-де деп ойлап жүрген қыздарыңыз негізі 24-те. Иә, солай. Жаңа айттық, инстаграмда посттарыңызды қарадық деп, соның ішінде 2016-2017 жылдар бойы қателеспесек, күйеуіңізбен бірге түсірген видеолар көп екен. Дабстмаш болсын, басқа болсын. Қазір неге күйеуіңізбен бірге түсірмейсіз? Ол өзі жаңағы аудиториядан ұялат болғанда, жаңа адам көп болғандықтан мен қоспаш деп айтатшы, мен нетпеш деп, жаңа видеоларыңа қоспаш деп. Солсы өзім кейбір видеоларда керек болған кезде жағылынып нетіп аламын, дауысын түсірейінші, хотя дауысын керек болып тұр, маған еркектің дауысы керек деп сөйтіп жағылынып сөйтіп түсіремін, солай. Жалпы жаңа айттыңыз, бастағанға жарты жылда болған жоқ деп, сол бастаған уақыттан қазірге дейін негатив пікірлер көп болды ма? Ең бірінші видеома жаңа пабликтарда тарқап кеткен видеомда негатив болды. Жаңағы көрген шығарсыз, өзіңіз көрмедіңіз ба, анау келін шарахнул деп айтты. Содан шынымен де мен өзімді айтып жатыр деп ойлады. Адамдар да бір қызық, иә. Мен өзім шынымен де сондай болсам, өзім түсіріп жүрмеймін ғой, кішкене ойлану керек қой. Адам жын ұстады. Сол жоқ, шында көп адамдар осындай келін жаңағыдай көп негатив болды да сол видеодан. Сол ғана видеоға қазір негатив жазады адамдар. Жаңағы жыным келеді саған депші, жының келсе кетіп қалсайшы менің парақшамнан деп айтам. Мен бірден негатив жазған адамдарды ойланбай блокқа салам, ондай менің парақшамда. Сосын кейбір адамдар айтады, көп адамдарға құлақтарын алтын сырға, сіз жаңа халықтың адамысыз, сіз көп аудитория жинап алдыңыз, сіз біз үшін видео түсіріп жүрсіз, сол үшін сынға да жаңа шыдаңыз деп. Сынға шыдау бір бөлек, адамды жаңағы нету, жаңағы қалай айтсам болады, унизить, жаңағы төмендету, жаман нәрселер айтуға ешкімнің хақысы жоқ. Менің парақшамда негатив болмайды, ол менің парақшам ұнамаса шығып кете берсін деп айтам. Соған адамдар жынданады. Сосын мен олармен сөз таластырып, ұрсып жатпаймын, бірден негатив қасам. Яғни инстаграмдағы комментарийларды оқисыз? Барлығын оқып үлгермеймін. Басында видео салғаннан кейін оқып жүретім. Қазір кейбір үйлерін көзім шалып қалған кезде оқып, сразу блокқа тығып тастаймын. Осы уақытқа дейін жаңа инстаграм туралы, инстаграмдағы Сабиркин туралы сұрақтар қойдық. Шын өмірдегі Сабира туралы сұрақтар оқып жүрсек, соңғы оқыған 3 кітабыңыз? Шантарам. Шантарам, одан кейін Бедная Лиза. Одан қандай кітап оқыдым? Каз. Қандай еді өзі? Поющий в терновнике. Жалпы кітапты қаншалықты жиі оқисыз? Бұрын жиі оқитынмын. Балалы болғалы, бірінші бетін оқып атып ұйықтап қаламын. Қазір көп оқымайды. Бұрын оқылған кітаптар ғой. Сол босанғанға дейін оқылған кітаптар ғой. Ал соңғы көрген қазақ киноңыз? Қазақтардың киносы ма? Қазақ несіндегі? Қазақстандағы түсірілген? Статья на двоих деген жақында несі болды? Предпоказ болды, сонда болдым. Одан кейін
Барлық қазақша фильмдерде болдым мен. Барлық қазақтың киноларын нетпейді екенбіз, жібермейді екенбіз біз. Ал қазіргі қазақ кинолары өзіңізге ұнай ма? Иә. Қазіргі қазақ кинолары не жетіспейді? Актерлерде шынайылық жетіспейді, актерлік шеберлік жетіспейді. Сол шеберлік жетіспейді. Ал сіз өзіңізді актерлік шеберлігің бар деп айта аласыз ба? 100% жоқ, бірақ бір кішкене талант бар. Ал киноларға шақыртып алсаңыз бара аласыз? Онда сценарийді оқып, бұл не роль, қандай роль, соғанға орай, иә. Осы уақытқа дейін кастингтерге барып көргеніңіз байқауларға? Кастингтерге шақыратын. Мен кастингтерден қорқам кішкентай кезімнен. Бір адамдардың бүйтіп жаңа жюрилар отырады ғой, солардың алдында тұрып алып бір нәрсе клоун сияқты көрсеткенді өзім білмеймін, өзіме жаңағыдай өзім жаман қатты қысыламшы ондайды. Мынандай роль беріп ойна десе басқаша да, бірақтан ана жерде үшеу тұрады да, жаңағы саған приказ беріп қойып, мен ұнамайды өзіме, не қылып екенін білмеймші, бірақ кастингтердің бәрі енді ол норма ғой былай, бірақ өзім жаңағы нете алмаймын, қабылдай алмаймын оны. Қазір бағдарламаның тұрақты айтарына кезек берсек, иә жоқ деп аталады. Қазір сізге сұрақтар қоямын, сол сұрақтарға тек иә немесе жоқ деп қана жауап. Ал шындықпен қорқытасыз ба? Жоқ. Зерігуге ішіңіз пысуға уақыт бар ма? Жоқ. Қайдағы? Мақтаған жақсы көресіз ба? Біреуді ма? Или мені мақтаған ба? Біреуді мақтағанды. Иә. Ал өзіңіз мақтағанды? Иә. Әлі күнге дейін ұялатын істеріңіз бар ма? Иә. Өлімнен қорқасыз ба? Иә. Сабиркин Инстаграмда айына 500 мың көп таба ала ма? Иә. Миллионға жете ма? Айтпай қойыншы. Жоқ. Жоқ па? Жоқ. Рахмет. Енді келесі сұрақ. Қазіргі уақыттағы қазақтарға қандай қасиет жетіспейді деп ойлайсыз? Тәрбие. Көбінесе тәрбие жетіспейді. Жаңағыдай. Қазір көп қазақтарды көшеде кетіп бара жатсаңда, бір интеллект дейді ғой, интеллект жетіспейді. Бір-бірімен жаңағыдай көп бір-бірімен ұрысып атады, жылдасып атады, бір-бірін тыңдамайды, жаңағыдай бір-бірін түсінгілері келмейді, сол түсініспеушілік бір-бірінде сол себепті. Тәртіп болса, тәрбие болса, кішкене ақыл болса адамдарда бәрі жақсы болады деп. Ал ол тәртіп, тәрбие, ақылды қалай болдыруға болады? Ол үшін істеу керек. Бұрын болмаған адамда болмайды ғой. Қазіргі балаларда ол бар. Қазіргі шынымен де бәрінде болмаса да көбісінде қазіргі тәрбие басқаша болып жатыр ғой, басқаша тәрбиелеп жатыр. Сол қазіргілер более-менее тәрбиелі. Ал сіз үшін қазіргі күннің батырлары кім? Қазіргі күннің батырлары кімдерді атап айтып бере аласыз? Денистен марқұм болып кеткен. Батыр дейсіз бе? Ондай батырлар жоқ қой. Біздің сол жаңағы Геннадий Головкин, батыр, спорт шебері. Кім бар тағы да? Кім бар тағы да? Спортшылардан кім бар еді? Түрі есімде да, атын ұмытып қалдым. Соларды жатқызамын, солардың бәрі батырлар. Бізге алтын алып келіп жатқан, еліміздің жаңағыдай рухын, даңқын көтеріп жатқандар батырлар. Қазір сізді ресми түрде инста-блогер деп айтуға болады. Ал сіз осы қазақ тілді немесе Қазақстандағы инста-блогерлермен араласасыз ба? Және оларды жиі қарап тұрасыз? Жиі қараймын, араласам кейбіреумен. Бірақтан енді олар бөлек әлем мен үшін, шынымды айтсам. Мен отбасылы адаммын, мен өзімнің әлем бар болды. Видео түсірген кезде жаңа бірге түсіруге барам, болды, бірақ араласып, ондай вечеринкаларға бару, ондай жоқ. Ал сіз үшін топ 3 блогерді кімді айта аласыз? Сега Вайнс, Жека, біреуді ұмытып кетпейінші, Ратбек. Сабира өмірде қаншалықты шынайы? Өмірде шынайы, 100%. 100% шыншылмын енді. Барлығын шын айтуға тырысам, барлығын. Өтірік айтпаймын, мен жақсы қызбын негізі, күшті қызбын. Ал кемшілігіңіз не дейді?
Кемші? Мен кемшілігім көп. Мен жаңағыдай бастаған ісімді аяғына дейін апармауым мүмкін. Ондайлар да бар. Жаңағыдай кейбір өзіме келген сынды көтере алмаймын. Жаныма қатты батып кетеді, көңіліме көп қатты алып қоямын. Қанша нетіп көз жұма салайыншы десем де, ондай все равно болмайды екен. Сол одан кейін барлығы тез бітіріп тастағым келеді да, шала болып кетеді бәрі. Ал инстаграмда жазылған пікірлерді оқып жылаған кездеріңіз болды ма, ашуланған? Жоқ, ол пікірлер ашуландым, бірақ жылап ол үшін өйтпеппін. Тек ашуланғаным болмаса, ашуланыппын. Неге өйтіп ойлайды олар деп. Сол былай жылаған жоқпын ол үшін. Сабираның бір күндік режимі қалай? Бір күні қалай өтеді? Бір күнім негізі үйдем. Қазіргі таңда съемкаларға шығып кетем баламен. Таңертең тұрам, қызым тұрады, апасымен бірге, ең бірінші балам тұрады. Содан кейін шай қоямыз, ата-енем шай ішеді, кетеді, жұмысқа жібереміз, потом қызымды садикке апарады жолдасым, біз үйде қаламыз. Ол келеді, тағы шай ішеміз. Одан кейін жинастырып, үйтіп, обед жасап, обед ішіп, шаруаларымыз болса түстен кейін бітіреміз. Жұмысқа жіберем жолдасымды. Демалыс кезде болмаса. Сол, одан кейін күнделікті видео түсірем, уақытым болған кезде негізі тіршілікпен кетеді уақыт. Жаңа бір сөзіңіз айтып қалыңыз, бастаған іс аяғына жеткізбеймін. Бұл инста-блог сіздің жасап жатқан видеоларыңыздан өз аяғына жетпей қалуы мүмкін ба? Жоқ, енді бұл жетеді енді. Бұны жеткізуге тырысам. Осыған дейін бастаған істерім аяқсыз қалып қалды. Сонда біз Сабирадан не күтеміз алдағы уақытта? Видео басқа не қызықты. Басқа көбісінің тілегі, енді көбісі жаңа сізді үлкен кино индустрияда көргіміз келеді, бір рөлде көргіміз келеді дейді. Енді иншалла мүмкін ол да болып қалар. Бір кинода түсіп қаларымыз мүмкін сол. Әзірше қызықты жаңа контенттер ойлап тауып жатырмыз қазір. Соны енгіземіз бұйыртса. Өйткені каждый раз апаларымызды, аналарымызды ол да жалықтырып жүреді, көрсете берген сол. Киноға түсу емес, киноны өзіңіз түсіру ойда жоқ қой? Ол ойда жоқ. Ойда жоқ. Өмірде өтірік айтатын заттарыңыз көп па? Жоқ, өтірік айтпаймын. Өтірік айтатын шығармын, айтпаймын өтірік. Жоқ, өтірік айтпаймын. 100% тазасыз, шыншылсыз. 95% шыншыл шығармын. Жоқ, кейбір кезде жаңағы біреуді ренжітіп алмас үшін өтірік айту керек болады. Ренжітіп алмас үшін, өзіңнің пайдаң үшін емес, біреуді ренжітпес үшін, көңіліне тиіп қалмас үшін деп өтірік айту. Сол ғана андай, басқа жаман пиғылмен ондай жоқ. Ал бүгінгі сұхбат барысында халықты ренжітіп алмау үшін өтірік айтқан кездер болды ма? Жоқ, 100% шынды айттым. Олай болса, сұхбат беруге келісіп, уақыт бөліп келгеніңіз үшін тағы да көп рахмет. Алдағы уақытта сізге шығармашылық табыстар тілейміз. Рахмет. Көп қызықты контент күтеміз. Рахмет. Сіздермен бірге болған Кастолог YouTube каналы Өсек емес бағдарламасы және бағдарлама жүргізушісі мен Нұрбол Шыныбай. Біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар және видеоларға лайк пен пікір жазыңыздар.